Сәлем достар, сіздермен Мирас. Бүгін біз 3 телефонды салыстырамыз. Біз 3 телефон салыстыруда. Бізде бірінші бұл Xiaomi 100 000 теңгеге дейін. Бұл бізде бірінші очередте тұрған Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A50 және Huawei P30 Lite, P30 Lite деп аталады. Бұл 3 телефонды қарастырамыз. 3 телефон 100 000 теңгеге дейінгі осы 3 телефонның қайсысы жақсы, қайсында қандай преимуществосы бар дейді, характеристикасы бар дейді, қайсысы осы арасында ең жақсы, қайсысын мысалы өзім алушы едім деп сіздерге рекомендовать етемін. Минустар және плюстар осы телефондар бүгін сөйлесе жатармыз. Распаковканы бастайық, аша бастайық телефондарды. Егер де әрбір осы телефондан біреуіне жеке обзор көремін десеңіз, менің парақшамда бар, Instagram страницасында либо YouTube страницамда әрбір телефонға осы айтылған отдельно ашып видеоны көрсеңіздер болады. Видео обзорды Note 8 Pro'дан бастайық. Бірінші комплектті қарайық. Қорабында не бар екен, не жоқ екен. Бірінші біз ашқанда бізде мынандай кітапшасы күтеді. Кішкентай қорап. Қарасақ мына жерде плюс ең бірінші жақсылықтардың бұл комплектісінде чехол бар. Телефонды қорғау үшін жақсы чехол. Бұл бізде плюсына сет қалып қояйық. Және де телефонның өзі қазір бұны алатырайық сыртқа қарай. Так, мынау бізде картонка ішіне кеткен. Ең үлкен плюстардың тағы да бірі, мынандай 18 вольттық 3 амперлік 3-5 амперлік мынандай головка деп аталады, бас блок питания деп аталады. Бұл өте қуатты, тез зарядтайды. Бұл мысалы біздің мынау Xiaomi Redmi Note 8 Pro телефонның 4,5 мАч бар батарейкасымен, бұл бізде 1 сағаттың ішінде осы телефонды 100%-ге дейін зарядтап шығады, қуатын толтырады. Зарядка жағынан өте жақсы блочоктардың бірі, либо осында көрсеңіздер, өздеріңіз телефон басқа телефон болсын, бұл өте тез зарядтайтын блочоктардың бірі. Бұл плюс. Тағы да бір плюс, жақсы шнур, кабельшіне USB Type-C салған, тез зарядкамен быстрая поддержка, быстрый заряд, Quick Charger деп аталады. Бұл зарядка. Ал осы комплектта бір минусы, бұл телефонда комплектта наушниктері жоқ. Бұл телефонның өзінде наушник салатын мына жерде астында орны бар, мына жерде астында 3,5 мм мини джек, бірақ наушник комплектта жоқ. Осы ең жаман заттардың бірі салмағанда. Адамға отдельно сатып алу керек болады. Так, на телефонды қойдық. Енді бізді келесі A50-ді распаковка жасайық. A50-ді ашамыз. Бізді мына жерден A50-ді астынан алып шығамыз. A50-дің комплектісінде заряд наушнигі бар, бірақ чехол ештеңесі жоқ. Бұл бізде печальный деп аталады. Бірақ комплект бар, ең керек заттар біз өзіміз көліктерін алғанның астында қорапшада документациясы болады. Түкті жоқ бұда. Мынау шешейік. Телефонды өзіміз қояйық. Салыстыруға 8 Pro'ның пленкасын шешеміз. Опа. Көрінеді байлар қордап қойын бұл телефондарды. Жасылап көрінішті алдарыңызға. Таңында Huawei P30 Lite телефонды ол сөйлесейік. Huawei P30 Lite ашқанда P30 Lite күтіп алады. Пленкасын аламыз. Так, қойымыз комплект жағын қарастырайық. Турасында иголка, турасындай комплект, қорапшасы. Комплект жағынан зарядкасы жаңағы Xiaomi'дің блочогымен салыстырғанда қарас қай заряд. Мынау мысалы Huawei P30 Lite 3350 сағат миллиампер батарейка болғанмен, бұл кішкентай болғанмен батарейкасы болғаны 2 сағат зарядтайтын зарядканың өзі. Ал мынау Xiaomi'дікі батарейкасы үлкен болғанмен, бірақ блочок мықты, оны тез зарядтайды, 1 сағаттың ішінде зарядтайды. Huawei зарядкасы, шнуры. Маған бір ұнамағаны мысалы мынандай жаман наушник салған айтам да. Мысалы Samsung'тың өзінде жақсы наушник салған, комплектісінде бар, но осыны жаман китайский наушниктер болады, 5 теңге. Сондай наушниктер құлаққа таққанда ыңғайсыз. Бұның орнында лучше чехол салған сияқты артық болушы еді деп ойлаймын. Өзімнің өзімнің ойым, жеке ойым. Ал енді 3 телефон алдарыңызда. Мынандай телефондар. Бұлай көрсетейін. 3 телефон. A50 Note 8 Pro, P30 Lite. Ал енді сравнениеден бастайық. Ал дизайн жағынан келетін болсақ, бірінші очередь Note 8 Pro ұстайық. Түсі өте қатты маған ұнайды. Түс жағынан әдемі. Корпусы сыртқы крышка, задний крышкасы пластиктан жасалған, сыртқы крышкасы артқа. Ал Note 8-да ол жасалған стеклодан. Мысалы, стеклодан қарағанда бұл несі әдемі көрінеді и сынбайды дизайн жағынан. Рамкасы әдемі, алюминиевый түсті рамка жасалған.
Былайынан қарап отырсақ, артында 3 камера орналасқан, 3 камера, сканер отпечатка пальцев. Мысалы, сіздің саусағыңыз бойынша экранда аşağıда вспышка орналасқан. Және де астына қарасақ, мысалы, бізде USB-C Type-C микрофон 3,5 мм mini jack орналасқан. Және де 5 тесік динамик қарналған. Дизайн жағынан маған өз көңіліне шығады, бірақ дизайн жағынан маған Note 8 дизайны қаттырақ ұнайды, өйткені камерасы жанында тұрды, бүйірінде тұрды, сол қаттырақ ұнайды. Енді келесі бізде очередте Samsung Galaxy A50. A50 маған ұнайтыны iPhone-дікінде мысалы артында ешқандай артық ештеңе жоқ, отпечаток пальцев деген сияқты. 3 камера бұда да орналасқан. Бұл 3 телефонда да камералардың бәрі артында орналасқан. Мысалы қарап отырсаңыздар. Байқап отырсаңыздар. Дизайн жағынан әдемі, бірақ маған таңдайтын болсам қара түсі ұнамайды маған. Ақ түсі, либо көкшілеу түсі әдемірек көрінетін сияқты. Бірақ түс жағында мысалы қарап тұрсаңдар қара түс деп жазылған, бірақ мына екі қара түсті салыстырсақ, мына A50-де қара түсі вообще ұқсамайды. Қара түске оғандай көлеңкесі түскеннен кейін жасыл, көк, оранжевый түстермен переливание болады. Ана болса переливание. Дизайн жағынан жақсы, ештеңе де айтамын, пластиктен жасалған. Ешқандай не жоқ, телефон ұстау жүргенде жарты астан уақыт өтті, ешқандай сырықтары, ештеңесі көрінбейді, байқалмайды. Бетінде 3D защитный стекло орналасқан. Телефонды қоя тұрайық. Енді бізде Huawei P30 Lite'ты көрейік. Крышкасы стеклопластиктен жасалған. Пластиктің крышкалар сынады, мына екеуінде пластик крышкалар болған, мына екеуі сынбайды. Камера жағынан бірнесі камерасы қатысып шығып тұрды, сыртында металлический рамкасы көп қатысырылады екен. Телефон ұстау жүргенде бір ай ғана болды, бір айдың ішінде ондай сырылады. Корпус жағынан, дизайн жағынан ешқандай айта алмаймын, жаман жақсы деп, әркімге қалай ұнайды. Қазір шығарған 2019 жылғы модельдің дизайны бойынша істелген. Мысалы қарап салыстыратын болса, алдыңғы камера жағынан қарайтын болса, мысалы қарап айыра алмайсыздар да. Қайсы қандай телефон бәрі алдыңғы дизайн жағынан бәрі бірдей орналасқан, ешқандай бұларды сұрақ жоқ. Бәрі бірдей. Бұлайынан қойып қоятын болса, размерінен ғана, либо артқы крышкасынан ғана біле аласыз қандай телефон екен. Бұлайынан қарай алмайсыз, оған ештеңе айта алмайсыз. Так, ал жарайды, мұны қоя тұрайық. Енді телефондарды қосайық, дисплей жағынан көрейік. Samsung Galaxy A50. 3 телефонды қостым. Көрейік, қай телефон тез қосылады. Жақты жағынан салыстырайық. Дисплейдің үлкен жағынан салыстыратын болсақ, мысалы бірінші орында бізде Xiaomi Redmi Note 8 Pro телефоны тұр. Бұның диагональ дисплеймен 6,53 дюйм. Екінші орында бізде Samsung Galaxy A50. Бұның диагоналі 6,40 мм. Үшінші орында бізде Huawei P30 Lite. Бұның диагоналі 6,1 дюйм диагоналі. Дисплей жағынан качество жағынан салыстыратын болсақ, бізде максимальный яркостьпен арттан да көрейік, қандай шығады екен. Так, мына ашайық. Так, ролик. Қостық. Мысалы, экран жағынан салыстыратын болсақ, больше қаттырақ маған Samsung Galaxy A50 ярче болып береді. Мынамен салыстырғанда, мысалы, мынада холодный оценка болса, мына тап-таза ақ түсін алып Samsung Galaxy A50-де салыстыратын болсақ, екі нені. Ал P30 Lite пен салыстыратын болсақ, қандай түспе. Дисплей бойынша енді Samsung Galaxy A50-да Super AMOLED дисплей орналасқан. Мына екі телефонда бұларда LCD дисплей деп аталады. Бұлар әлдеқайда технологияның арзан дисплейлар. Стандартты болса, Samsung Galaxy A50 ең қымбат дисплей. Бұл дисплейінің құны, оригинал дисплейінің құны 35 мың теңге. Ал мына екі телефонда дисплейінің бағасы 15 мың теңгеге дейін барады. Енді айырмашылық дисплей жағынан 20 мың теңге. Бірақ енді 20 мың теңге көрсетіп, маған ұнайтыны осы Samsung'да дисплей әдемі көрінеді, мысалы үлкен көрінеді, бүкіл свет, красочный насыщенность әдемі көрінеді, түс жағынан салыстырғанда. P30 Lite енді көрініп тұр, арзан Китай дисплей екені өзім екен, телефонда айналысып жүргеннен кейін уже әртүрлі телефон ұстай бастағанын, көре бастағанын уже байқай бастайсың. Ал мына телефонда да болса, Note 8 жаман деп айта алмаймын, дисплей әдемі, үлкен, бірақ не дегенмен A50-ге қараған әдемі деп, A50-дің дисплейіне қараған Note 8 Pro-дан салыстырғанда. Енді келесі очередте енді 3 телефон бізде камералар жағынан мақтайды, камера жағынан бірінші. Note 8 Pro-дан бастайық. Салыстырды
үшеуіне де камераны қосайық, көрейік қайсының камерасы жақсы екенін. Так, камера бойынша салыстырғанда бізде ширика форматына қосайық, сразу ұнайды. 3 камерадан орналасқан бұл телефондарда. Так, качество жағынан больше объем ұстайды. Мынау Xiaomi Redmi Note 8 Pro, бұда шум аз, әдемірек түсіреді, ал мынау болса более сглаженный қылып түсіреді. Басқалармен салыстырған. Кейінірек мен сіздерге суреттерін көрсетемін. Мен Instagram парақшасына суреттерін саламын. Так, енді келесі біз Samsung Galaxy A50 телефонын салыстырайық. Xiaomi, так, салыстырғанда широкоформатный съемканы қосайық. Салыстырғанда более әдемірек мынау Samsung Galaxy A50-де Note 8 Pro мен салыстырғанда. Мысалы өзімнің камера жағын таңдағанда мен өзім таңдап жүрмін. Егер де суретке түскен жақсы көретін болсаңыз, A50 таңдағанды жақсы көремін. Бірақ видеоға түсіретін жағдайда мысалы A50-де 4К видео түсіре алмайды. Ал мына екі устройство 4К видеоны, P30 Lite 4К 4К видео түсіре алмайды, а Note 8 Pro 4К видеоны түсіре алады. Осы характеристика жағынан. Ал енді защита жағынан сөйлесек, бұда үшеуінде мысалы қарап отырсаңыздар, мына екі телефонда сканер отпечатка пальцев артында орналасқан, яғни саусақ арқылы экран бетін ашу. Ал бізде Samsung Galaxy A50-де бұл орналасқан бізде алдыңғы экранда, мысалы алдыңғы сенсорда. Қарап отырсаңыз, мысалы маған бір ұнамағаны Samsung Galaxy A50-де алдыңғы экранда орналасқанымен, мысалы отпечатка пальцев, ол ұзақ срабатывает, ұзақ және істейді деген мысалы басам, одан кейін барып ашылады. Яғни мысалы Samsung Galaxy, Xiaomi Redmi Note 8-ді басып қалам, мысалы сразу жанады, сразу көтере салам, болды, ешқандай қиындық жоқ. Және де P30 Lite да сондай. Екеуі не жағынан, защита жағынан екеуі тезірек срабатывает етеді. Маған өз басым ұнайды екі телефон. A50-ді мысалы, именно защита жағынан. Бірақ үш телефонда да орналасқан адамның беті арқылы распознавание лица деп аталады. Бұл Samsung Galaxy A50-де более жақсырақ тезірек істейді. Және де P30 Lite. Үш телефонда да ол жағынан ешқандай сұрақтар, менің защита жағынан сұрақтарым жоқ. Үшеуі де бәрі істейді, үшеуі де мені устраивает дейді ғой, ешқандай сұрақтарым жоқ. Ал енді ең маңызды заттардың бірі батарейка туралы сөйлесейік. Бізде мынау Xiaomi Redmi Note 8 Pro моделінде 4,5 мА батарейкасы сағат. Яғни бұл біз үш телефон арасындағы ең үлкен батарейкасы мен осы телефонның батарейка қуаты 2 сағат жетеді, 2 күнге дейін жетеді, ұстап жүрсеңіз. Ал келесі бізде ойын ойнайтын болсаңыз, бұның батарейкасы 9-10 сағатқа жетеді. Активно ойнап, YouTube-тан видео көріп, ал ойнайсаңыз, ал YouTube-тан видео көріп, кино көретін болсаңыз, орталықты якіспен бұл 12-14 сағат, 16 сағатқа дейін шыдайды бұның қуаты. Екінші орында бізде Samsung Galaxy A50 телефоны, бұның қуаты, батарейкасының қуаты 4000 мАч, яғни бұл 500 мА-ге кішкенті, бұл сау жүретін болсаңыз 1,5 күнге сізге шыдап береді бұл Samsung Galaxy A50 телефоны. Үшінші очередте бізде үшінші орынды алып тұрған Huawei P30 Lite телефоны. Бұның қуаты, батарейкасының қуаты 3350 мАч. Яғни бұл үш телефонында ең кішкентайы Huawei P30 Lite. Бұл телефонда енді WhatsApp-та, желілерде отырып, қатты сөйлеспейміз, орталық сөйлеспейміз, средний қолданып отырсаңыздар, мынау 2 күн шыдайды, мынау 1,5 күн шыдайды, мынау 1 күн шыдайды, салыстыратын болса. Қуаты жағынан және де енді технический характеристика жағынан сөйлесейік. Мысалы, үш телефонда мысалы 128 ГБ болады, память жады жағынан, ал оперативтік жады жағынан, память жағынан, яғни бұл ең үшінші орында тұрған бізде Xiaomi, Huawei P30 Lite, бұда 4 ГБ ішкі жадылы памяті, оперативтік памяті 4 ГБ, ал мына екі телефонда болса 6 ГБ. Яғни бұл телефондан 2 ГБ-қа мықтырақ. Бұл екі телефонда стандарт комплектация жағынан 464, 464, либо 628 ГБ болып келеді бұл екі телефонда. Контактына жағынан. Мысалы, ойын ойнайтын болсаңыз, мысалы, ең ішіндегі жақсы ойнайтындардың бірі осы Note 8 Pro мен A50 ойын жағынан. Бірақ A50 дисплей үлкенірек болады, мен салыстырғанда. Бірақ қатты үлкен деп айта алмаймын, бірде 53 дюйм ғана үлкенірек. Мысалы, енді қорытындылап келетін болсақ, үш телефонның ортасында мен таңдауымды беруші едім Samsung A50-ға. Бірақ бұның бір минусы бар, бұны алмайтын себебім, өйткені бұның
жиі қолданатын, ең жиі қолданатын нәрсе бұл бізде сканер отпечаток пальца, ал бұл болса мысалы қараңыз былайынан тұр дисплей, мен бұны дисплейді аша алмаймын, былайынан беттен ашып қойды оны, беттен ашып былайынан қосқанда саусағымды бассам одан кейін ойланып тұрып бірақ ашады. Маған осы ұнамайды. Ал осы екі телефонда мысалы өзім алатын болсам өз жеке таңдауым бойынша A50-ді көбірек алушы едім. Енді қарай салыстырғанда батарейка жағынан A50 жеңеді, камера жағынан батарейка жағынан Xiaomi Redmi Note 8 Pro жеңеді, батарейка жағынан A50 жеңеді, 30 Volt Lite басса ол үшінші орында тұр. Мысалы былай салыстыратын болсақ мына екеуін салыстыратын болсақ отпечаток пальцев жағынан мықтырақ, бірақ мына дисплейға мен көбірек қараймын. Мына екеуін былайынан бірінші орында тұрса деп болады, мынау болса екінші орында тұрса деп P30 Lite болады. Ал сіздер достар өздеріңіз қандай телефонды таңдайсыздар, өз ойларыңызды мына телефонды ұстасаңыздар, өз мінезіңізді, характеристикаларыңызды жазыңыздар, қандай ойларыңызды осы телефондар туралы өте қуанышты боламын. Осы телефондарды сатып аламын десеңіздер, новый және бушный телефон сатып аламын маған хабарласаңыздар болады. Астына өз номерімді бәрін қалдырып жазамын. Новый телефондар да бар, және де бізде Xiaomi Қарағанды қаласындағы ЦУМ магазинінде, ЦУМ орталық дүкенінде Xiaomi магазины бар. Төлеген деген жігіт айналысады. Сода мысалы 3 телефон ол көбінесе Xiaomi, Huawei, Samsung телефондармен айналысады. Егер де арзан бағамен телефон алатын болсаңыздар, сол кісіге либо маған хабарлассаңыздар болады. Астына номеріңізді, қай жерде орналасқаныңыз бәрін жазамыз. Сіздерге көп рахмет. Тамашалағандарыңызда видеоны соңына дейін көргеніңіздеріңізге. Менің атым Мирас болады. Көп рахмет. Сау болыңыздар.